Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы презентацияға арналған ақпарат. Бүгінгі сабақта слайд үшін макет таңдауды және презентацияға арналған ақпарат іздеуді үйренесіңдер. Қалай ойлайсыңдар? Презентация деген не? Презентация үшін не қажет деп ойлайсыңдар? Бүгінгі сабақта осы сұрақтардың жауабын білесіңдер. Презентация деген не? Презентация ақпаратты көрнекі түрде сурет, сызбалармен безендіріліп, дайын көрсетілім ретінде берілуі. Презентация көбіне тыңдаушыға белгілі бір ақпаратты терең ұтымды түрде жеткізу қажет болған жағдайда қолданылады. Ақпаратты жай ауызша жеткізгенде қарағанда слайд түрінде әсемдеп көрсеткен әлдеқайда түсінікті болады. Презентация латынша тапсырамын немесе ағылшынша presentations ұсыну деген мағынаны білдіреді. Презентацияны қалай жасауға болады? Презентацияға сурет, мәтін, дыбыс және бейнелерді қажетімізге қарай тақырыпқа сай бейімдеп қосуға болады. Презентация PowerPoint бағдарламасының көмегімен жасаймыз. PowerPoint бағдарламасы суреттер мен мәтіндерді кірістіруге, оларға қимыл қозғалыс жасауға, түрлі үлгідегі фондар қойып, безендіруге, дыбыстар мен бейнелерді кірістіруге арналған бағдарлама. PowerPoint-тың значогы осындай түспен белгіленген. Ақпаратты қалай іздейміз? Презентацияға арналған ақпараттардың кейбірін суреттер мен мәтіндерді көбінесе ғаламтордан аламыз. Ғаламторға кірген кез келген қолданушы браузер ұғымымен таныс болу керек. Браузер ұғымы мінекей, алдарыңызда көрсетілгендей, мінекей Google, Opera, Mozilla, Internet Explorer. Браузер ағылшынша парақтау, қарау, ғаламтордағы веб парақшаларды, мәліметтерді оқуға, іздеуге арналған бағдарлама. Қазіргі таңда браузерлердің көптеген түрі бар, солардың ішінде біз Google Chrome браузерін қолдануды үйренеміз. Ендеше PowerPoint бағдарламасында презентация құруды қарастырайық. Барлық бағдарламалар үстінен PowerPoint-та таңдаймыз. Міне өздерін көріп отқандай іске қосу, все программы, Microsoft Office және де арасынан қарап отырып PowerPoint 2010 бағдарламасы таңдаймыз. Біздің алдымызға PowerPoint бағдарламасының негізгі жұмыс үстелі ашылады. Сондай-ақ презентацияға сурет, басқа ақпаратты алу үшін Google Chrome браузерін ашып, іздеу жолағына мысалға табиғат сөзін енгіземіз. Табиғат сөзін енгізіп, Enter батырмасын басамыз. Бізге алдымызда табиғат туралы ақпарат, суреттер, видеолар шығады. Мысалға бірінші ссылкаға кірсек, оның ішінде табиғат туралы толық ақпарат аламыз. Википедияға кіру арқылы табиғат деген не, сон барлығын көреміз. Мысалға табиғат сөзін оң жақ батырмасын басып, копировать батырмасын басып, презентацияның ішінен вставить текстін ставка бірден табиғат сөзі енеді. Түсін өзгерту, шрифтін өзгерту, алдыңғы сабақтарда өткендей өзгертіп әдемілейміз. Табиғат туралы ақпаратты белгілеп алып, шыққанның оң жақ батырмасын басып, копировать батырмасын басамыз. Және де ставка батырмасын презентациядан басып, ақпаратты енгіземіз. Оны пішімін барлығын өзгертіп, өзімізге келтіріп, әдемілеп қойып алуға болады бірден. Және де табиғат туралы сурет қарау үшін картинкаға кіреміз. Және де картинканың ішінен өзімізге ұнаған суретті таңдап, копировать батырмасын басып, өзіміздің жасап отқан презентациямызға кіріп, ставка батырмасын басамыз. Сол уақытта сурет келеді. Суретті орнына әсемдеп қойып, және де шрифтті барлығын өзгертуге болады. Презентациямыз сақтау үшін жоғары жақтағы диск батырмасын басып, презентациямыз сақтаймыз. Және де оқушылар кітаптарын 90-шы бетін ашатын болсаңдар, презентацияға арналған ақпарат жоба құру тақырыбы бар. Сол тақырыбын ашып отырып,
келесі тапсырмаларды орындаймыз. Бұл тақырыптың жобаның негізгі мақсаты презентацияға арналған ақпараттарды қолдану, презентацияларды құру, интернетте бет белгілерді жасау және қолдану. Жұмыстың барысы PowerPoint программасын іске қосу, тақырыпқа қатысты ақпарат жинақтау, Paint графикалық редакторды пайдаланып, қоршаған орта туралы сурет салу. Интернеттегі ақпараттарға бет белгілер орнату, презентацияға мәтіндер кірістіріп өңдеу. Ең бірінші тапсырма қоршаған орта туралы презентация жасау, презентацияға қатысты ақпараттарды интернеттен алып толықтыру. Келесі бетті ашатын болсақ, екінші тапсырма презентацияға қандай ақпаратты интернеттен алдың, ақпаратыңа қоршаған ортаны қорғау деген атаумен бет белгі қойып, презентацияға атау қойып, бумаға сақтау. Үшінші тапсырма интернетті пайдаланбай бізді қоршаған орта туралы Paint графикалық редакторында сурет салу, салынған суретті презентацияға орналастырып, оған байланысты 3-4 сөйлемнен тұратын мәтінді жаз. Қорытынды жасаған жұмыстарың өздеріңе ұнады ма? Қоршаған ортаны қорғау үлес қоса аласыңдар ма? Осы туралы ақпаратты жазып өтесіңдер. Бүгінгі сабақ аяқталды. Тамашалағандарына рахмет.